1864 жылы Торғай даласында алғашқы қазақ мектебі ашылды. Ыбырай Алтынсарин мектеп құрылысына жеке жинақ ақшаларына дейін салып, ауыл-ауылдан балаларды келіп оқытты, орыс тіліне үйретті. Қазақ даласында алғашқы мектепті Қарашаңырақ, алғашқы Қарлығаш деп атады. Кейіннен бұл мектепте ұлт ұстазы Ахмет, Міржақып, Әліби Жангелдиндер оқып білім алды. Қазір сол ғимарат Ыбырай Алтынсарин атындағы мұражай болып тұр. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Торғай даласы сонау көптеген тарихи оқиғаларға куәгер болған мекен. Бұл тұңғыштардың ордасы. Кезінде Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтар осы жерден шығып, қазақ халқының рухани оянуына маса болып, рухани оянуына өздерінің септігін тигізсе, кел балалар оқылық деп Ыбырай Алтынсарин алғаш рет жар салып, балаларды оқуға шақырды. Торғай жерінен алғаш мектеп ашты. Сол мектептің дәл қасында тұрмыз. Біз сіздерді қазір сол жерден куәгер ететін боламыз. Қазір ол міне сіздер көріп тұрған ғимарат Алтынсарин атындағы мұражай. Қазіргі таңда ішіне еніп, осы ғимараттың жәдігерлерді толығырақ таныстырамыз. Бір аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Ыбырай Алтынсарин осылай өлең жазып, қазақ балаларын білімге шақырды. Ең алғаш дәл қазір біз тұрған ғимаратта 14 қазақ баласы мектепке қабылданып, білім алуларына әрі қарай жалғастырды. Хат танады, әрі үйренді, әрі қарай өздерінің жоғары деңгейде оқу орындарына түсуге мүмкіндік алды. Сол кездегі Ыбырай Алтынсариннің өзі тұтылған мектептегі қоңыраулар сақталған, міне назарларыңызда жақынырақ көрсететін боламыз. Сонымен қатар тағы да бір құнды жәдігерлер сол мектептің Ыбырай Алтынсарин ең алғаш қалаған кірпіштерде, осылай өз қолымен қалаған кірпіштерде мұражай түрінен орын алған. Ол қазір шетелден келген, сонымен қатар басқа өңірлердегі қызығушылық тудырып, осы Торғай еліне келіп көргісі келген азаматтардың барлығына мүмкін көруіне, осы жерден тамашалауына, өткенмен танысуына мүмкіндік алады. Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен балам», «Асан мен Үсен» сынды шығармалары қазақ балаларының тәрбиелеп білім алуынан оларға көп септігін тигізді. Сол секілді түпнұсқасы сақталған кітаптары да Ыбырай Алтынсариннің осы мұражай қабырғаларына орын алған. Құрметті көрермен, сіздерді осындай керемет жерден хабар жолдаған мен Әлихан Асқарұлы, Жоқар Ихсанұлы, арнайы ұлттық арна үшін. Құрметті көрермен, елден хабар бағдарламасы сіз үшін үлкен мүмкіндік. Себебі сіз өзіңізді толғандырған кез келген мәселені бағдарлама басында айтылған ережеге сәйкес түсіріп, бізге жібере аласыз. Егер сіз ұлттық арнаның тілшісі болғыңыз келсе, егер сіз айналаңыздағы күнделікті болып жатқан оқиғаға бейжай қарамасаңыз, егер сіз өзіңізді теледидардан көргіңіз келсе, бізге ақпарат жолдаңыз. Ұялы телефонға қызықты оқиғаны түсіріп, төменде көрсетілген WhatsApp-қа немесе электронды поштаға жіберіңіз. Келесі кездескенше күн жақсы, елден хабар күтеміз.